Сәлеметсіздер ме балалар? Әли мен Мерейдің тамханасына назар аударып қарап көріңдерші. Не байқадыңдар? Я, бауырсақ сөзі дұрыс бөлініп жазылмаған екен. Бауырсақ сөзін бауырсақ немесе бауыр сақ деп жазғаны дұрыс болар еді. Ендеше бүгінгі сабақта сөздерді дұрыс тасымалдауды үйренетін боламыз. Балалар, нан қасиетті тағам екенін білесіңдер. Нанның түрлері көп. Ендеше мына суреттерге назар аударып көрейікші. Нан бірінші суретте бейнеленген, ал екінші суретте нанның тағы бір түрі батон бейнеленген екен. Ал үшінші суретте бауырсақ бейнеленген екен. Балалар, кәнекей осы сөзді буынға бөліп көрейікші. Нан деген сөзде бір буын бар. Батон деген сөзде екі буын бар. Бауырсақ деген сөзде үш буын бар екен. Балалар, сендер ойлап тұрған шығарсыңдар, бұл сөздерді неге буынға бөліп жатырмыз деп. Ендеше түсіндіріп өтейін. Бүгін біз тасымал деген тақырыппен жұмыс жасаймыз. Тасымал кезінде сөздерді буынға бөліп алу керек. Нан деген сөзде бір буын ғана бар. Сондықтан ондай сөздерді біз тасымалдай алмаймыз. Батон деген сөзде екі буын бар. Ол бір жағдайда тасымалданады. Бауырсақ деген сөзде үш буын бар. Ол болса екі жағдайда тасымалданады. Бауырсақ немесе бауырсақ болып. Ендеше ережеге назар аударайық. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша дефис қойылады. Мысалы, айран, жеміс, аспаз. Ал енді осы тасымал кезінде қай жағдайға ерекше назар аудару керек? Қарайық балалар, есіңе сақта. Бір буынды сөзді тасымалдауға болмайды. Мысалы, көз, тас, лақ сияқты сөздерді тасымалдауға болмайды. Және де тасымалдау кезінде бір әріпті сол жолға қалдыруға немесе келесі жолға көшіруге болмайды. Мысалы, ата, әже, әке деген сөздер сияқты сөздерді олай тасымалдауға болмайды. Ал енді балалар, келесі суретке назар аударайықшы. Бұл ненің суреті? Дұрыс айтасыңдар, бұл ит. Ал ит деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Ит, бір ғана буын бар. Ендеше бұл сөзді тасымалдай алмаймыз. Ал келесі суретке қарайық. Келесі суретте не бейнеленген екен? Бұл қарбыз, дұрыс айтасыңдар. Қарбыз деген сөзде екі буын бар. Сондықтан қарбыз деп бір жағдайда тасымалдауға болады. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі суретке қарайық. Бұл суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Автобус бейнеленген. Ал автобус деген сөзде неше буын бар екен? Үш буын бар. Автобус. Өте жақсы. Ендеше автобус деген сөзде біз екі жағдайда тасымалдай алады екенбіз. Бірінші жағдай автобус, екінші жағдай автобус. Тамаша. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Тапсырма тасымалдауға болмайтын сөздерді ата. Балалар, бұл жерде берілген сөздерді мұқият оқимыз. Және тасымалдауға болмайтын сөздерді табамыз. Кәнеке ойланып көрейік.
Тамаша, онда өзімізді тексеріп көрейік. Бұл сөздердің ішінде тасымалдауға болмайтын сөздер аю, асық және етік деген сөздер екен. Тамаша. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Дұрыс тасымалданбаған сөзді тап дейді. Кәнеки, мұқият қарап, ойланып көрейік. Ендеше өзімізді тексереміз. Бұл сөздердің ішінде дұрыс тасымалданбаған сөздер тақия, суретші, ағаштар деген сөздер екен. Ал енді дұрыс нұсқасына назар аударайық. Тақия сөзі та-қия болып тасымалдану керек. Суретші сөзі екі жағдайда тасымалданады. Суретші немесе суретші болып тасымалдану қажет. Ал ағаштар сөзі бір жағдайда тасымалданады. Ағаштар болып. Тамаша, жарайсың. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сабағымызда жазу жолына сыймаған сөзді тасымалдауға болатынын білдің. Сөздер буынға бөлініп тасымалданатынын үйрендің. Бір буынды сөздерді тасымалдауға болмайтынын да білдің. Сонымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңыздар.